Болашақты жасайық жүрші бірге. Қапшағай қаласында жас ақын Мәулен Әнербайдың кеші өтті. Айтулы шараға ақын жазушылар, зиялы қауым өкілдері және қала тұрғындары қатысты. Сыршыл сезімді ақын кешіне біздің тілшіміз барып қайтты. Ақынын ардақтаған Елоңат Қапшағай қаласының билігі Мәулен Әнербайдың мерейін өсірді. Жыр кешін ұйымдастырып, құрмет көрсетті. Айтулы кеш әуелі өлең мен өнер саласында жүрген ел ағаларының жас ақынға деген ыстық ықыласымен басталды. Ақжарма тілектер айтылып, жас шайырдың көпшілік алдында бағасын асырды. Күй мен жырға кезек беріліп, әннен шашу шашылды. Мәулен Кербұлақ ауданы Рудничный ауылының тумасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. Алғаш еңбек жолын облыстық Жетісу газетінен бастады. Қазір сол басылымның заң саясат бөлімінде қызмет етеді. 4 жыл ішінде әріптестерінің арасынан ойып өз орнын ала білген білікті маман. Бұл күні Мизам әдеби клубының бір топ жастары да өз өнерлерін ортаға салды. Кеш иесінің өлеңдерін оқып қойылым қойды. Бір айтатын дүнием, ерекше ескертіп айтатын дүнием, Некрасов айтады ғой, ақын болу үшін азамат болу үшін дейді. Ал Мәулен Әнербай өзіміздің топта ортада үлкен ағалар еркелетіп айтқан Мәукеннің артықшылығы да оның азаматтығы деп айтуға болады. Яғни осы кешке келіп атқан көптеген ат сабылтып Қапшағайда өтіп атқан кешке Алматыдан, Талдықорған, жан-жақтан келіп атқан қонақтар сол Мәукеннің азаматтығына, екінші сосын ақындығына, шығармашылық кешіне қанығу үшін. Шара барысында қаламгердің Күнқыз атты кітабының тұсауы кесілді. Бұл оның екінші кітабы. 500 данамен шыққан туындыға ақынның 60-тан астам өлеңі, 20-ға жуық әңгімелер енген. Кеште жас ақынның ізін басқан іні қарындастары да сахна төрінен табылды. Мәуленнің өлеңдерін жатқа оқып, көрермен қошеметіне бөленді. Мен ойнап күлген кездерім естеліктен тамшы болып жас қалды. Бүгін міне біз Мәуленнің осындай жыр кешінде кітабының тұсау кесерінде болып үлкен бір қуанышқа бөленіп отырмыз. Мәулен бала кезінен өзі сондай ойы шыңдалған жас кезінен сондай бала болатын. Оны мен ойлаймын, әжесінің, атасының тәрбиесін алғандығынан болар. Барлық уақыт осы атасы, әжесі туралы жақсы ой пікірлерін айтып, шығарма жазса да ол атасын, әжесін қосып осылай отырады.